Ұлыстың ұлы күні жаңару күнін мүмкіндігі шектеулі жандар да шат-шадыман күйде қарсы алды. Қайырымдылық шарасына 60 кембағал жан қатысты. Басты мақсат тарихы терең, тағылымы мол мейрамның мән маңызын ұлықтау, тағдыр тауқыметін тартқан мүгедектерге демеу болу. Шарапатты шараға өзінің ерік жігерінің арқасында жетістікке жеткен кембағал жандар жиналып, ұлық мерекеде бір-бірімен қауышып, ақ тілектерін арнады. Қазір өңірде 24 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан тіркелген. Олардың дені шығармашылықпен айналысады, спортпен шұғылданады. Мүмкіндігім шектеулі деп ешкімге қол жаймай, керісінше кәсіп ашып, тағдырластарын жұмыспен қамтып отырғандар да аз емес. Шығыстың күнтізбесі бойынша жылдың басы жаңа жылымызды қарсы алу, сонымен бірге мүмкіндігі шектеулі жандардың арасындағы жаңа отау құрып атқан азаматтар бар арамызда. Жаңадан жас сәби көрініп атқан мүгедектігі бар адамдар бар. Осы мерекеде ой бөлісіп, бірін-бірін құттықтап, жаңағы өмірге деген құштарлықтарын, өмірдің өздерінің мемлекет тарапынан көрсетіп отырған жеңілдіктерді, қолдауларды пайдалана отырып, өмірге етене араласып отырғандығын көрсетеді. Жыл сайын кембағал жандарды қолдауға айрықша назар аударылып келеді. Әлеуметтік жобалар қолға алынуда. Олардың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған шаралар алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Облыс әкімі Алтай Сидорұлы Көлгіновтің өзімнің және барша қала тұрғындарының атынан өздеріңізді ұлы мереке, ең адамзаттың жарқын мерекелерінің бірі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қоғамдық ұйымдармен бірлесіп, біз енді барымызша мемлекет тарапынан болсын, өзіміз тарапымыздан, өз жеке тарапынан болсын, көмек көрсетуге, қолдауға дайынбыз. Әлі де көптеген алдымызда тұрған мақсаттар бар, міндеттер бар. Шарада мүгедектерге сыйлықтар табысталып, мерекелік концерт ұсынылды. Гүлжан Аюпова, Алмас Адетова, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.